Тақырыпты жалғастырсақ, Ақордада өткен жиында ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев рухани жаңғыру бағдарламасының жаңа жобаларын таныстырды. Осы орайда арна тілшілері ұлттық құндылықтарды қайта жаңғыртуға бағытталған жоба шеңберінде облыста атқарылған жұмыстарды зерделеп қайтты. Мақала аясында аймақта өңір халқының 600 мыңға жуығын қамтыған 5 мыңнан аса іс-шара өтті. Елбасының байыпты бастамаларының орындалуына қарапайым азаматтармен қатар қалталы кәсіпкерлер де өз үлесін қосты. Атымтай Жомарттардың көмегімен осы есептік мерзімде жалпы сомасы 3 миллиард теңгеге жуықтайтын 507 жоба жүзеге асқан. Ақжайық өлкесінде ұлттық кодты сақтап, жалпы халықтық бірлікті бекем етуде біраз шаралар қабылданып, жүзеге асуда. Туған жер жобасы аясында меценаттар мен демеушілердің қаражат есебінен ілкімді істер атқарылды. Аудандарда балабақша мен мектептер, тұрғын үйлер мен спорт кешендері және басқа да әлеуметтік инфрақұрылым нысандары салынды. Алаңдарды абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Рухани жаңғыру музейі ашылып, 500-ден астам жәдігерлер қойылды. Бүгінде 12 мыңға жуық адам мұражайға экскурсия жасаған. Салт-сананы жаңғырту үшін көне жәдігерлер мен киелі жерлердің мән-маңызы жан-жақты зерделенуде. Өңірде 7 тарихи орын еліміздегі қасиетті 100 нысанның қатарына енді. Рухани жаңғыру бағдарламасын 3 түрлі бағытта жүзеге асыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олар адамның дамуы, ең бірінші кезек, содан кейін ұлттың дамуы және мемлекеттің дамуы болып табылады. Ірі жобалардың ішінде жаңа аудандарда ашылған Казталов ауданында фельдшерлік, акушерлік пункттер бар. Теректі ауданында медициналық пункт ашылды. Шыңғырлау ауданында тұрғындардың игілігіне көпір салынып, және көптеген жаңағы спорттық, балалардың ойын алаңдары, көптеген мәдени жаңа нысандар ашылып жатыр. Елбасының мақаласында айқындалған 6 басым бағыттың бірі білімнің салтанат құруы. Бүгінде жас ұрпақтың білімге құштар, ой өрісі кең, бәсекеге қабілетті азамат болып қалыптасуына жан-жақты қолдау көрсетілуде. Осыған орай облыста оқытушылар мен жас мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында Батыс өсу вектор мектебі ұйымдастырылып, Батыс білім толкс лекторий өтуде. Сондай-ақ өңір тарихын ұрпақ жадына сіңіру мақсатында мектептерде 5, 6, 7 сынып оқушыларына арналған өлкетану пәні енгізілді. Жазғы демалыс кезінде оқушылар арасында рухани жаңғыру мақаласы аясында өздерінің ойларын жеткізу мақсатында түрлі бағыттар бойынша, мысалы прагматизм бағыты бойынша эссе жазу, диктант жазу шаралары өткізілді. Бұнда ең негізгі мақсаты жаңа балалардың ой санасының ашықтығын, ой санасын жетілдіруінің, өзінің тұлға ретінде жаңадай жаңғыруына, өсуіне байланысты шаралар ретінде өткізілді. Аудандар мен облыс орталығында 14 коворкинг орталықтар мен 15 IT сыныптар ашылып, кітапханалар жаңғыртылды. Нағыз қазақ домбыра акциясы аясында Құрманғазы Сағырбайұлының туғанына 200 жыл толуына орай 1700 домбырашы бір мезгілде күй орындап, Ақжайық аспанын дүбірге бөледі. Ел рекордын жаңартты. Әрбір іс-шаралар бізде жаңадай тек қана сан түрінде емес, сапасы да жоғары деңгейде көтерілуде. Өйткені қазір біз саннан сапаға қарай ауысудамыз. Бүгінгі таңда осы жастарға бір нақты рухани байлық беретін, рухани азық беретін үлкен жобаларымыз бар. Оны қазіргі таңда волонтерлық қозғалыс өте жақсы белең алып келе жатыр. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бүгінгі ұрпаққа ұлы дала төсінде еркін өскен ұлы халықтың ізбасар екенін сезінуге мүмкіндік береді. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын табатын болады. Гүлсара Марат, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.